армысыздар, қадірменді қалай? Сәлем сөзді сарайнасын қашайып, қуанышты шаттықпен жүздесіп, баршаңызға мол қуаныш сыйлайық. Құрметті ұстаздар мен студенттер, бүгінгі жас филолог клубының ұйымдастыруымен қызықты көңіл студенттік өмір атты мерекелік кешімізге қош келіпсіздер. Көңілін күн өтсе де кірлетпеген, мақтауға мадақтауға тіл жетпеген. Сіздер үшін аянбай еңбек еткен басшымызға сөз береміз құрметпенен. Аса қадірлі де құрметті Силкуй халықаралық университетінің ректоры Эдельханова Артур Жауханұлына беріледі. Құрметті Силкуй халықаралық университетінің білім алушылары, сіздерді университетіміздің басшылығы атынан халықаралық студенттер күні мерекесімен құттықтауға рұқсат еттіңіздер. Бұл күн халықаралық деңгейде 1939 жылдан бері бастау алады. Бұл мерекенің басты негізі өз ойын ашық айта білген, өзіндік ұстанымын қоғамға жеткізе білген студенттердің қозғалысынан басталған. Сондықтан да мен сіздерді әрқашанда университетіміздің қабырғасында ойларыңызды ашық айтып, университеттің ішкі тірлігін бірге басқаруға шақырамын. Біз барлық уақытта ашықпыз. Кез келген сұрақтар бойынша сіздермен бірлесе талқылап, сіздермен бірге жүздесіп, ортақ шешім табуға жұмыстанатын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазіргі ұстанған негізгі принципіміз бұл академиялық адалдық мәселесі. Яғни осы орайда сіздермен бірге бірлесе жұмыс атқарып, университетіміздің беделін асқақтата беруіміз тиіс. Және осы университет қабырғасында алған сапалы білімдеріңізбен сіздер болашақта еліміздің экономикасына қызмет ететін нағыз кәсіби шебер болып шығуларыңызға мен шақырамын. Барлық уақытта да студенттік өмірдің қызықтарын оқумен бірге ұштастырып, алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Барлықтарыңызды да шын жүректен тағы да құттықтаймын. Арман қуған, қиял қуған кезің қайда? Құрбы қыздар мөлдіреген көзің қайда? Сол алғашқы алаулаған сезім қайда? Қайдасыңдар құрдастар? Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда? Абзал достар қайда? Замандастар, қарлығаштар қайда екен? Бәрің достар әр тарапқа кеттіңдер ме? Әлде биік асулардан өттіңдер ме? Әлде игі мақсаттарға жеттіңдер ме? Қайдасыңдар құрдастар? Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда? Абзал достар қайда? Замандастар, қарлығаштар қайда екен? Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда? Абзал достар қайда? Замандастар, қарлығаштар қайда екен? Ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Бәріміз де жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда? Абзал достар қайда? Замандастар, қарлығаштар қайда екен? Бір дәуірдің мөлдіреген аспан
шынымен де студент өмір қызықты өтетіні анық. Десе де қиын шақтары бар. Алайда осының бәріне тойтарыс беретін студенттер аз емес. Студенттің басты мақсаты жақсы білім алып, болашақ маман иесі болу. Айтулы мерекенің тарихын біреу білсе, біреу білмес. Алайда мереке тарихын біліп жүргеніміз артық етпес. 1946 жылы 18 қарашада Дүниежүзілік студенттер конгресі өтті. Прага қаласында ұйымдастырылған бұл шара патриот студенттерге арналған еді. Чехтардан бастау алған осынау айтулы күнді ойын тойсыз, көңілді кешсіз өткізбейтініміз анық. Міне, жалындаған жастық шақтың мерекесі, студенттер күнінің шығу тарихы. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Чехословакияда осылай басталған еді. Бұдан кейін талай жылды артқа шегерсек те, қазірде әлемнің түкпір-түкпірінде осынау айтулы мерекені өз тән салтанатымен аталып өтуде. Ұстаз туған нұртынып келбетін, сыйлы болған көкірек жетпейтін. Аянбастан білімнің нәрін берген шәкіртінің алаңдап ертеңіне. Келесі сөз кезегін Силкой халықаралық университетінің академиялық істер жөніндегі проректоры Жұлдыз Орынтайқызына беріледі. Құрметті Силкой халықаралық университетінің білім алушылары, сіздерді өздеріңіздің төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Құрметті біздің білім алушылар, сіздер біздің болашағымызсыздар. Білікті және білімді маман боласыздар. Өздеріңіздің Қазақстанның дамуына қосатын үлестеріңіз өте жоғары болады деген сенімдемін. Біздің университет қабырғасында терең білім аласыздар деген ойдамын. Құрметті білім алушылар, сол себептен қазіргі біздің алдыңға қойған мақсатымыз адал білім алып, сабаққа қатысып, біздің жоғары дәрежедегі профессор-оқытушы құрамынан білім алуларыңыз қажет. Сіздерді өздеріңіздің мерекелеріңізбен құттықтаймын. Қылым болып даналыққа көктерсің, оқысаң сен адалдыққа жетерсің. Шырақ болып қалғың келсе өмірде, лаулап-лаулап биіктерге жетерсің. Ендігі кезекті студенттер күніне арналған арнау өлеңдерді тарту етеміз. Басталмаған қаланың дастан әлі, бірінші жыл дала деп жастамады, бірінші жыл ауылы естен кетпей, төртінші жыл қимайды шым қаланы, о жастықай алмайтын өлмейтінім. Ойын тойсыз өмірге көмбейтұғын, биге барса баратын бір топ болып, жалғыз жүру дегенді білмейтұғын. Ғашық болсаң түн пана, терек пана, сұлу демі дем емес шарапхана, қызға барсаң кигенің өзгенікі, өзіңдікі жалғызақ жүрек қана. Өмір деп жастық ұрпақтайма. Кекіреңкі кернейді бір анмайда, бір жігітке 10 қонақ, мейрам күні 10 жігітке бір билет трамвайда. Тауылса да ақыры нандық болды, тартпай қойған серілік сәндік кімді, түні менен дуылдап келесі күн, отырғаны сабақта қалғы мүлгі. Керемет қой, қызық қой сезім деген, көктемде кім үйден бесінбеген, 10 ай бойы масайрап ойнағандар, емтиханда 30 күн көз ілмеген. Асау жүрек жанығып алқынбасын, ойына біткен шынардай биіктерге. Халқымыздың би өнері жарқылдасын деп келесі кезекті самғаны би тобына береміз.
өзбен тең деп Тұманбай Молдағалиев айтқандай, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Жас дәурен, жас достар. Ендігі кезекті Файзуллаев Шах-Жаһанның орындауында қазақ жастар әнін қарсы алыңыздар. Дәстүрден жаңылмайтын, көлде жүзген аққудай мамырлайтын. Бірімізді біріміз батырым дейік, hey, біз біріксек қамал жоқ алынбайтын. Қазақ жастары қия баспады, алға бастады, көзімді ашқалы. Көзді жұмдағы, биле тұрдағы, қазақ халқының қыздары, ұлдары. Қазақ жастары қия баспады, алға бастады, көзімді ашқалы. Көзді жұмдағы, биле тұрдағы, қазақ халқының қыздары, ұлдары. Бүгінгі өткен 18 қараша студенттер күніне арналған қызықты көңіл студенттік өмір атты кешіміз өз мәресіне жетті деп ойлаймын. Қоғамның жүрек дүрсілі, өзегі бүгінгі жастар екені анық белгілі. Ендеше сол жастар, мына сіздер, Қазақстанның болашағын бұлыңғыртпай, сенімдерін селдіртпей, көк байрағын тік ұстап, абыройын асқақтата беріңіздер. Бүгінгі кешімізге атсалысқан барша студенттерге алғысымызды білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, кешімізді тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет.